Барлықтарыңызға сәлем. Отты мешін айы бізге кірді. Отты мешін айына болжам 26 жылдың. Мен өзім таныстырып өтсем, мен Аппазова Қаракөз айым. Бадзи феншуист маманымын. Сіздерге осы қазақша бадзи бойынша және феншуй бойынша болжам беремін. Енді 30 тамыз айында бізде негізі 4 путешествующий лошадка бар. Бадзыда, феншуйда ол жылан, ол доңыз, ол мешін, ол барыс. Енді сол мешін путешествующий лошадканың бірі мешін айында енді саяхатқа шығатын, мешін айында командировкаға баратын, немесе көшемісіз ба, немесе виза жасатасыз ба, осындай бір жол жүруге қатысты мәселелер өте көп болады. Бір жағынан мешін металл ян болғаннан кейін, қылыш ретінде танк сияқты бір образ ретінде берілгеннен кейін травма алып қалу мәселелер болады. Және сүйекті байлаймыз, буынды байлаймыз денсаулықтан. Егер де инсульт, жүректі байлау керек, өйткені инсульт мәселесі сияқты бір жұлдыздар бар. Инсульт алып қалуыңыз мүмкін, егер давлениеңіз болатын болса, бұрыннан жүрекпен ауыратын болсаңыздар, және инсулинді де қарап қойыңыздар, егер де қант диабеті ауруы бар болатын болса сіздерде. Сүйекпен қатысты, буынмен қатысты тағы бауыр, өт мәселесі де шығады, өт алдырту мәселесі де шығуы мүмкін. Операция болу өте көп болады. Осы айда енді тіске қатысты мәселелер болады, енді бір қатты емес, әсіресе сентябрь айларында, кеше шілде айында да болды, қой айында да тіске имплантацияға қатысты, енді осы айда да сол имплантацияға қатысты мәселелер болуы мүмкін. Энергия бойынша август айы, мына тамыз айы күз айының ең бірінші ай болып есептелінетін болса, ал біздің өзіміздің кәдімгі календарь бойынша жаздың соңғы айы болып есептеледі. Енді бірақ энергияға, табиғатқа қарасаңыздар, уже ағаштар жаймен жапырағы сарғайып, күн жай суыта бастайды. Байқасаңыздар, өз қалаларыңызда сол бассейнге түсу, бір ыстық қала емес, шамалы ыстық климаты бар, мысалға Түркияға барсаңыз, Дубайға барсаңыз, болады. Бірақ уже қалаңызда бассейнге түсу, сәл уже күн суиды, салқындығы бар, күздің ықпалы бар. Енді күн қатты ысып кетеді, қатты да ысып кетпейді, қатты да суып кетпейді, өйткені бәрібір от бар ғой. Мына мешіннің үстінде огненный обезьяна айы болғаннан кейін бәрібір үстінде от бар, күн ыстық, металл өзі балқиды, бірақ металлдың ішінде ци энергия, металл инмен су бар. Су кішкене ғана, су енді шығып келе жатқан болғаннан кейін, ци ортада, хранилищеде қалып тұрғаннан кейін, білім алуға жақсы осы ай. Және сумен де проблема болады. Шілде айында да сумен проблема болады дедім. Көбінесе енді жаңалықтардан естіп жатырық. Әсіресе соғыс болып жатқан қалаларда ғой, заводтар жарылып, өзен суларға жаман заводтардың суы кетіп жатқаны, ішетін суға бір тапшы болып жатқандар, сонда енді ол бізде емес. Бірақ енді сонда да суға қатысты бір мәселе болады, су бермей қоюы, сумен бір мәселелер болған шілде айында. Енді қазір сәл бір жартылай болса да тұрақталады, бірақ тоқ жағынан қиындықтар болуы мүмкін. Светті жиі өшіре ма, үйде проводка дұрыс болмай ма, өйткені оттың сезоны болғаннан кейін, және огненный наказанияның бір құралы болғаннан кейін, обезьяна, огненный наказание үшеуі ғой, барыс, жылан және обезьяна үшеуі, мешін үшеуі огненный наказание береді. Ол қарғыстың бір түрі ғой, отпен, тоқпен, жүрекпен, давление, инсультке қатысты проблема алып келетін, және көзбен. Сол үйде оттан, тоқтан әсіресе абай болуымыз керек. Өйткені именно тоқтан от шығатын сондай мүмкін болуы деген сияқты жұлдыздар бар. Абайлаймыз. Үйде тоқтарда абайлап бір қарап шығыңыз, мастерлерді шақырып бір қарап шығыңыз. Егер де картаңызда сол уже жылан бар, менде картамда барыс бар, немесе үйдегілердің картасында ететін болсаңыздар, обязательно мастерді бір шақырып, тоқты бір қаратып алып саңыздар тіпті жақсы болар еді. Осы айда енді білім алуға жақсы, адамдармен қарым-қатынас құруға жақсы,
зат сатуға жақсы, әсіресе мына шетелдің басқа қаланың заттарын либо басқа қалаға өзіңіз көрсетесіз ба, либо басқа қаладан заттарды әкеліп сатасыз ба, басқа елдің заттарын сатасыз ба, сол кезде саудаңыз жақсы жүруі мүмкін. Денсаулық бойынша енді әсіресе жүректі айттым. Және әйелдерде бір гормонға қарау керек. Гормонға анализ тапсырып көріңіздер. Өйткені женский жақ, как бы менопауза, предменопауза состояние өте көп болуы мүмкін. Немесе зоб асқынуы мүмкін. Осындай әйелдерде сол гормональный состояние дұрыс болмайды деп көрсетеді. Енді бізде мынау август айы, мешін айында звезда банкротства бар. Бұл дегеніміз ақшаға қатысты на эмоциональном фоне ақша жаратып бермеуіміз керек. Ақшаны өте көп саяхатқа көп жаратып жібермеңіздер, либо кредит аласыздар ма, соны кейін төлей алмай қалуыңыз мүмкін. Абайлаймыз. Және сол звезда банкротства ол елдерде сол экономический кризисті көрсету мүмкін. Және ақша жағынан бір жаңа ақша шыға ма, жоқ әлде бір жаңа төлем түрі шыға ма, әйтеуір бір экономический ақша жоқтыққа байланысты осындай бір мәселелер шығады. Бірақ енді ол елдерге айтқан кезде общий прогнозда айтқанда айтылады, бұл ақша жағы. Ал үйде сол көп ақша жаратып жіберіп, қарызға кіріп қалып, сондай төлей алмай қалып, қиналып қалмаңыздар. Август айында енді көпшілікке шығуымыз керек. Егерде онлайн жұмыс жасайтын болсаңыздар, осы уақытқа дейін офлайн жұмыс жасап жүрсеңіздер, онлайнда да қарастырыңыздар. Өйткені 9 период бір жағынан онлайн жұмысты қажет етеді. Кім онлайн шығады, соның заты өтеді осы август айында да. Және одинокая планета әсіресе бауырларыммен көп конфликт болуы мүмкін. Адамдар мен бауырым сияқты, немесе достарым, әйтеуір өзіме жақын адамдармен сондай конфликт болып қалуы мүмкін, абыройыңыз түсуі мүмкін деген сияқты. Тілге абай боламыз. Ешкіммен ұрыспауға тырысыңыздар, өздеріңіз конфликт бастамаңыздар. Өйткені сол бауырлармен қарым-қатынас дұрыс болмайды. Және не абыройыңыз түсуі мүмкін осы именно тұрғыда. Бір нәрсеге сеніп отырсаңыз, соған нәрсеге сене қоймаңыз. Өйткені огненное наказание, біреуге сеніп едім, менің сенімді ақтамады, артымнан пышақ сұққандай болды деулеріңіз де мүмкін. Конкуренттер көбейетін ай. Енді саяхатқа жақсы, көшуге жақсы осы ай, бірақ әсіресе жағы бізде 12 тамызда солнечный затмение, 28 тамызда лунный затмение келе жатыр. Сол коридор затмение, екі затменияның ортасы, коридор затмение дейді. Плюс-минус 3 күн, 12-сіне дейінгі 3 күннен бастап уже жүреді, 12-сіне дейінгі 3 күн. Значит, 9 августтен бастап абайлаймыз, білім алуда, шаш қидыртуда, любой ақшаға қатысты мәселелерде осы коридор затменияда абай болуымыз керек. Өйткені осы коридор затменияда жасаған тірліктеріңіз, істеген істеріңіздің барлығы ұзаққа және кармический балдарыңызға дейін баруы мүмкін деп көрсетеді. Егер бір бизнес ашып, бір ұзақ түрде бір жақсы жағынан энергия қозғасаңыз кармический, ол ұзағынан созылады, жақсы әсерін береді. Бұл затменияның енді кері әсері недвижимость алуға дейін, 9-10-на дейін даже, 9-10-на дейін недвижимость алып алыңыздар. Либо 28-нен кейін алыңыздар, плюс-минус тағы 3 күн қосып. Өйткені егерде недвижимость алып атсаңыздар, қымбатқа алып қалуларыңыз мүмкін, қымбат ақша төлеп. Бұл негізі арзан алуым керек еді, маған қымбаттау сатты деп өкініп қаласыздар деп көрсетеді. Және оракулдан көргенімде осыға, егерде недвижимость алатын болсаңыздар, ер адамнан ақыл сұраңыздар, ер адаммен ақылдасыңыздар деп көрсетеді. Өйткені өздеріңізге ертең сіздерден көретін болады, сенің кесірің осының барлығы, сен қымбатқа алдың деп өзіңізден көру мүмкін. Сіз ер адам болсаңыз да, әйел адам болсаңыз да, сол ер адаммен ақылдасыңыздар. Енді затменияның тағы бір негативі ол интернет, ол тоқ мәселесі. Интернет дұрыс болмауы мүмкін. Егерде мұғалім болсаңыз, мұғалімдерге де шамалы қиындау, өзі орныңызды ала алмауы, әлде оқушылармен шамалы конфликт па, әлде тағы қосымша жұмыс беріп қойды ма деп, сондай бір мәселелер шығуы мүмкін. Мұғалімдерде де, егерде онлайн, офлайн жұмыс жасайтын болсаңыздар, сол оқушыларыңызбен сәл сабағыңызға қатысты бір конфликт болуы мүмкін. Оны да абайлаймыз. Енді жаңа коридор затмение деп айтып жатыр қой. Затмение, күннің затмениясы 12 тамыз күні сағат кешкі түнгі
22:03 бастап кіреді. Ол змеиный накшатр, ашлеша, біз джотиш астрологиясында ашлешада болады солнечное затмение. Ол дегеніміз рахумен кету, жыланның басы болады, жыланның құйрығы болады, бар планетаның жақсылығын ішке жинап алады да тек жаман уын шашады. Сондықтан ғой осы шамалы кармический затмение болады, эмоцияны абайлаймыз, ешкіммен ұрыспаймыз, кармамызға, балдарымызға дейін тарайды. Жасыңыз 45-50-ге келгенше дейін, кейбіреулерінде жасы 60-ға келгенше дейін қиындық болуы мүмкін. Әсіресе сол жағынан абайлаймыз. Енді ол затмение, лунный затмение бітеді. Лунный затмение 28 тамыз күні азанғы сағат 9-дан 13 кеткенде айдың затмениясы болады. Енді бұл айдың затмениясы водолейде, айдың тұтылуы, затмение деген тұтылуы, қыздар, тұтылуы, айдың тұтылуы азанғы 9-дан 13 кеткен кезде. Енді бұл айдың тұтылуы водолей белгісінде. Водолейді өздеріңіз білесіздер, интернет, бір жаңа нәрсе ашылу, космический ашылу, НЛО-лардың ашылуы, немесе жаңа технологиялардың бір ашылуы ма, әйтеуір болашаққа, жаңа бір болашақтың ашылуы көзімізді аша ма, біздің болашағымызды көреміз бе, әлде мүмкін жаңа технологиялар, вау дейтін технологиялар ашыла ма, бір сондай сол жағынан жаңалық алып келеді деп көрсетеді. Енді водолей деген өте былайша супер ғой, алға, болашақ, саяхат дейтін. Сол лунный затмение сода болады. Енді біраз сол технология жағынан, болашақ жағынан сондай күшті жаңалықтар болады деп ойлаймын. Енді бұл затмение сәл западный астрология бойынша лифтерге қиындау. Ал енді база астрологиясы бойынша барспен, егер картаңызда қоян бар болатын болса, сәл сәттілігі бар, бірақ сүйекке қатысты, буынға қатысты, либо авария, травма, темірден сондай соққы алу мүмкін деген сияқты бар. Либо темірден пышақпен қолыңызды кесіп алып, аяғымды ылғи темірге жырып алып, сондай бір мәселе шығуы мүмкін деулеріңіз мүмкін. Осы айда абайлаймыз, бірақ енді сәттілігі жоғары. Лифтерде де болады. Именно ақша жағынан балдармен сәл сыналуы мүмкін. Либо ақша, либо балдарға ақша шығару ма, әйтеуір отбасы мәселесінде, отбасының ішінде деп көрсетеді. Енді бірінші бізде тышқанға болжам жасаймыз. Осы айда тышқандарға былайша мешін мен тышқан екеуі достық қарым-қатынаста, қатты бір секретный дос демесе де, екеуі достық қарым-қатынаста. Бір жағынан небесный фортуна алып келеді мешін бұл тышқандарға. Ол дегеніміз көп жұмыстар, егер де онлайн жұмыс жасайтын болсаңыз, өздеріңізді көреді, сіздерді байқауы мүмкін, сіздерді сіздің затыңызды, сіздің сабағыңызды алуы мүмкін, және бір алға қойған пландарыңыз болса, соны шығып айтыңыздар. Сататын заттарыңыз болса, соны шығып айтыңыздар. Өйткені жақсы мүмкіндік алып келеді мешін сіздерге. Және семей бойынша, базы бойынша шамалы жұлдыз келіп тұр. Өз ісіңіздің жақсы маманы болатын болсаңыз, қолыңыздан бір профессионал болсаңыздар, жұмысқа көтерілу болуы мүмкін, немесе ақшаңызды көтеру мүмкін. Өйткені 3 стадия деген жұмысқа қатысты, істеп жатқан тірлігіңізге қатысты. Мұғалім болсаңыз мүмкін, бірақ осы затмение мұғалімдерге қиын деп жатыр қой, бірақ енді сонда да сондай, егер де картаңызда тышқан бар болатын болса, сондай сәттілігін алып келуі мүмкін жұмысыңызда. Және сөзіңіз жүру мүмкін, абыройыңыз артуы мүмкін. Егер де бизнесмен болатын болсаңыз, бір жақсы құнды жұмысшы алып, сол арқылы бір танылуыңыз да мүмкін. Главное, онлайн жақсы жұмыс жасаңыздар. Енді бізде базы бойынша сіздерге тышқандарға тағы пруд дракон кеп тұр. Ол енді өзіңізге сенімсіз. Негізі тышқандар көбінесе өзіне сенімсіз белгі ғой. Өздеріңізге сеніңіздер, қолыңыздан келетініңізге сеніңіздер, өзіңізді шамалы басыңыз, мынандай іште қобалжуды, кәдімгі сенімділікпен шықсаңызшы, менің қолымнан келеді, мен білемін оны деген сияқты. Сол кезде өзіңізге сеніп 100% сенсеңіздер ғана сіздерден бір проблема басылуы мүмкін дейді. Именно сенімсіздіктен туындаған проблемаларыңыз. Шыға беріңіздер, сөйлеңіз, айтыңыз, сенімді екеніңізді көрсетіңіз өзіңізге. Және звезда генералы келіп тұр. Ол сізге
шамалы енді генерал жұлдыз келген кезде адам өзіне енді өзіңізге сен деп айтып тұрғаннан кейін, бірақ қол астындағы жұмысшыларыңыз ба, әлде балдарыңызға ма шамалы қатты болмаңыз, сәл бостау болып, либо компромисске келіңіздер, иә, шамалы сөйлесіп, екеуіңіз ақылдасып, балдарыңызбен немесе қол астыңыздағы жұмысшылармен былайша ответственность, мынандай металлический характер сіздерге келеді, бірақ сол слишком қатты кетіп қалмаңыздар, айқайлап сен ана істе, сен ондайсың, сен мұндайсың деп кетпей. Золотой замок келіп тұр, сіздерге бір салған ақшаңыз қайтып келе ма, либо депозитіңізден ақшаны қайтадан аласыздар ма, немесе бір инвестицияға ма, бір жерге ақша салып едім, сол енді маған келіп тұр деулеріңіз де мүмкін, өйткені бір жерден ақша келеді, және недвижимостьке қатысты жаратуларыңыз мүмкін, либо үйге қатысты жаратуларыңыз мүмкін. Және сол егер де тышқан болатын болсаңыздар, әсіресе картасыларында металл болатын болса, мүмкін ол тапқан табысты сол балдарыңыздың тұратын орнына, жатақханасына, немесе квартирасына, либо үй алып берем дейсіз ба, балдарыңыздың машинасына, либо үйіне қатысты шығындалуларыңыз мүмкін. Золотой замок солай. Және либо балдарыңыз жол жүруде мүмкін. Жол жүріп, соған қатысты шығындалуларыңыз мүмкін. Енді негативный жұлдыздардан сіздерге денсаулықты абайла. Тіспен проблема болуы мүмкін, сүйекпен проблема болуы мүмкін. Және сіздерде өсек әңгіме сөз болады. Өзіңізден кіші адам жауып тастауы мүмкін. Өзіңіздің оқушыларыңыз жауып тастауы мүмкін. Внимание бөлмеді. Алдындағы айдағыдай сіздер внимание бөлмедіңіздер, бізге қарамадыңыз деген сияқты, либо біліміңізді сәл көптеу бермедіңіз деген сияқты, бір сол жағынан конфликт болуы мүмкін, ұрыс-керіс. Енді шамалы сыпайы болыңыз, өзіңіздің аузыңыздан шыққан сөзді дұрыс жеткізіңіздер. Өйткені 6 саны келгенде тышқандарға биыл, бір жағынан звезда генералы келген кезде, мен вроде жай сөйлеп тұрмын, жай айтып жатырмын дегеннің өзінде біреуге бір ұрсып, жекіп, ей, сен деген сөз, как будто сіз өзіңіз, сен қоя салсай деген сияқты айтуыңыз мүмкін, солай айттым деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ ол өзіңізден шыққаннан кейін, егер де сол сөзіңізді жазып алып өзіңіз тыңдасаңыз, қатты грубо естілуі мүмкін. Өзіңізге білінбей, биылғы тышқандар общий болжамда әр сөзіңізге абайлаңыздар. Өйткені грубо сөйлейсіздер. Бүгін осы жыл ұрсып сөйлейсіздер деп жатқам. Енді осы жылда да сол шамалы, осы айда да корректный болыңыздар. Сәл басылыңыздар, жай сөйлеңіздер. Мақұл деп, сосын барып ойланып, қатты естіліп қалмай ма екен, грубо естілмей ме екен деген сияқты. Енді травма алып қалу бар, жүректі абайлаймыз, және документ мәселесінде сәл қиындығы болуы мүмкін деп көрсетеді. Осы тышқандарға сол жағында байлаңыздар. Енді қосымша тағы жұлдыздарда, қосымша жұлдыздар сіздерге айтады, тілге еге бол, әңгіме айтпа, өйткені әр аузыңыздан шыққан сөз сотқа дейін баруы мүмкін. Және сіз мысалы жасы әйел адам болатын болсаңыз, сізден жасы үлкендеу адамдармен шамалы қарым-қатынаста конфликт болуы мүмкін, кәдімгі төбелеске дейін баруы мүмкін. Ер адам мен әйел адам, әйел жастау, ер адам үлкендеу деген сияқты. Либо соны көресіздер ма, осы тұрғыда абай боламыз. Сиырлар ары қарай, сиырлы болсаңыз немесе январь айында туылған болсаңыздар, база картаңызда бык бар болатын болса, калькуляторның тілі бойынша бык деп тұрады. Ол кезде сіздерде, мен сіздерге айтар едім, негізі сиырларға вообще 5 келіп тұр. Бір жағынан феншуй бойынша өте жақсы сәтті ай. Кәдімгі өздеріңізше болып, король сияқты жүріп, шамалы ханның қызындай болуларыңыз керек, ханның баласындай болуларыңыз керек. Және егерде өздеріңізге жұмыс жасайтын болсаңыздар, бизнестеріңіз бар болатын болса, немесе мен сияқты консультация беретін болсаңыздар, көп консультация алыңыздар, қолдарыңыздан келеді барлығын атқаруға. Ала беріңіздер, қорықпай. Барлығын жасап тастауға күштеріңіз жетеді, жақсы ақша табуға мүмкіндік бар, жақсы клиент келеді, және бір қомақты ақша келеді деп көрсетеді осы айда. Бір жағынан бадзда небесный счастье келіп тұр, сіздерде бір жақсы жаңалық, адамдардан көмек, сәттілік, және бір адамдардың көмегі арқылы ақша аласыздар ма бір жерден, әлде жолға шығасыздар ма, бір сондай жақсы жаңалығымен қуанасыздар деп көрсетіп тұр. Екінші келіп тұрған жұлдыз, ол сіздерге жаңа
жаңа нәрсе, жаңа жұмыс па, ә, либо жаңа адамдар ма, жаңа тапсырма, жаңа орын, жаңа жұмыс, либо жаңа оқисыздар ма, әйтеуір бір жаңа нәрсе келеді, иә, жаңа сәттілік келеді. Егер де сізде ден деген жерде тұратын болса, мүмкін күйеуіңізге адамдар көмек беріп, жолға шығып, жұмыс арқылы жолға шығып, қомақты күйеуіңіз арқылы ақша келуі мүмкін. Иә, енді бікті қарайсыздар ғой. Әйтеуір жаңа жер, жаңа ел, мүмкін жаңа таныстар, әйтеуір жаңа бір нәрсе келеді. Жаңалау, жаңа дейді тұр да. Әлде жаңа жерге бару үшін жаңа киімдер аласыздар ма, жаңа жерге орналасасыздар ма, жаңа жұмыс табасыз ба, әлде жаңа бір өмірде бермеген тапсырманы берді дейсіздер ма, әйтеуір жаңа бір нәрсе келеді. Светлый зал келіп тұр. База бойынша ол сіздерге көп адам қарайды, мән береді, сіздер сұлу көрінесіздер, сіздер әдемі болып көрінесіздер, және істеп жатқан жұмысыңыз бағаланып, сен осы жұмыс атқардың, жақсы жұмыс істедің деп сондай сіздерді бағалауы мүмкін. Енді пустота месяца келіп тұр. Бір жағынан өткен кеткен реніштерді ұмытыңыз. Егерде сіздерде денде бүк тұратын болса, күйеуіңізге өкпе ренішті ұмытыңыз, ұрыс шығармай-ақ қойыңыз деп көрсетеді. Немесе месяцта бүк тұратын болса, январь айында туған болсаңыз, февральдың 4-іне дейін, онда әке шешеге, әсіресе әкеге, егерде ер адам болатын болсаңыз, әйел адам болсаңыз, ал ер адам болса, ата-анаға деген сол өкпе реніш, бауырларға деген өкпе ренішті ұмыт деп көрсетеді. Кешіріңіздер, кешірім бер деп. Ал егерде часто тұратын болса, уақыт деген жерде бүк, онда балдарыңызға кешірімді болыңыз, балдарыңыздың бір қылығын кешіріңіз деп көрсетіп тұр. Өйткені пустота месяца бұл іштегі мұзды жібіт, бұрынғыны ұмыт, кешірім бер, денеңді боста, көзіңді жұма сал, бір қиындықтарына, бір істеп жатқан, алып келіп жатқан қиындықтарына көзіңді жұма сал дейді. Енді бір жағынан мал потребитель келген кезде сіздерге біз айтамыз, кредит алу мәселесі ма, әлде бір қарыздарыңыз көбейіп кетіп, сол қарыздарды жабуға жұмыс жасайсыздар ма? Әйтеуір бір нәрсені жабу керек. Жабу мәселесінде кредит жабу, кредит алу, әлде штраф төлеу, налог төлеу мәселесі шығады. Өйткені сіздің ақшаңыз үкіметке кетіп тұр. Осы айда сіздерге тұз алып жүр десем, артық етпес, қалталарыңызға тұз салып жүріңіздер, шамалы корректор ретінде, және северо-восток секторды пайдаланбай қойыңыздар. Өйткені сиырларға үстеріңізден аллергия мәселесі, миома-киста мәселесі, бір өсінді өсу, немесе бір қал, сүйел, сондай бір шығу мәселесі шығады, және теріге қатысты. Аллергия ма, әлде терін абай болу керек. Әйтеуір терге қатысты сол миома-кистаға мәселесінде, әсіресе әйел адамдарда, ер адамдарға да энергия жүреді ғой, бірақ сол осындай бір өсінді өсу адам денесінде сондай бір мәселе болады. Главный сол рак болмау керек, Құдай Алла сақтасын. Осы жаңа северо-восток секторды пайдаланбай-ақ қойыңыздар. Енді осы секторды, осы пятеркадан сіздерге шығу үшін, осындай проблема болмау үшін, денсаулықта шамалы ханның қызы сияқты өздеріңізше болсаңыздар. Бірақ кешкілік, либо ай біткеннен кейін, осы тамыз ай біткеннен кейін садақа бербе, мен кешірім сұраймын, мен осы жұлдыз мені шамалы не қылған, осындай мәжбүрлеген деп. Сіздерге енді осы айда главный сиырларға және барстарға айтарым, енді былайынша барстарға сәтті ай дегенмен, қарыз, кредит алмаңыздар. Сол мәселеде шамалы төлеулеріңіз қиын болып қалуы мүмкін. Мошенникке алданбаймыз. Главный, мошенникке алданбаңыздар, сиырлар мен барстар. Абайлаймыз барынша. Барстарға осы сіздерге фенши бойынша 5 жұлдызы келіп тұр. Сіздерге небесная лошадка жұлдызы келіп тұр. Бір жағынан ол аймен бір жағынан столкновение алып келетін болса, екінші жағынан бір аяғысына өзгерістер алып келу мүмкін. Соған бір қолдана алмай жатырмын деуіңіз де мүмкін. Бір жаңа нәрсеге үйрене алмай жатырмын, жаңа нәрсені қолдана алмай жатырмын деп.
сіздерге шамалы бұл қиындықтан шығу үшін машинамен проблема болуы мүмкін деп айтып жатырмын ғой. Енді саяхатқа шығуларыңыз керек шығар шамалы бұл нәрседен айналып өту үшін, бұл қиындықтан айналып өту үшін. Өйткені денсаулықта да проблема бар. Сиыр сияқты сіздерде де бір өсу, миома, киста мәселесі, ер адамда да, әйел адамда да, және терге байланысты бір мәселелер шығуы мүмкін. Енді миома, киста деп шамалы жайлап айтып жатқаным ғой. Енді онкология мәселесі де бар сиырлар сияқты. Огненное наказанияның бір бөлшегіне кіретін болғаннан кейін барыстар, сіздерге де жүректеріңізді абайлаймыз, давлениені абайлаймыз, дем жетпей қалып, жүректеріңіз қысылу мәселесі шығуы мүмкін. Сол саяхатқа шығыңыздар, жол жүріңіздер, ат шашап қылаңыздар, сол кезде шамалы энергиясы басылады. Және сіздерде 8 кресло жұлдызы болып тұр. Ол как бы 8 адаммен араласасыз ба? 8 адамнан жақсы жаңалық естисіз ба? Әлде бір командамен жұмыс жасайтын болсаңыз 8 адамды көрсете ме? Немесе коллективте 8 адаммен гәп құрасыздар ма? 8 адам болып, 8 адамнан әйтеуір бір жақсылық келеді. 8 адамнан жұмыс істейтін болсаңыз, жұмысыңыз алға басады. Әйтеуір 8-тен сәттілік келеді. Мүмкін қолыңызға 8 санын жазып жүрерсіздер осы айда. Енді сіздерге большой потребитель келген кезде, ірі көлемде мошенникке алдым қалмаймыз. Абай болыңыздар. Ірі көлемде кредит алуды абайлаймыз, өйткені қарыз бермейміз. Төлеуіміз қиын болып қалуы мүмкін, қарыз берсеңіз алуыңыз қиындалып қалуы мүмкін. Және сіздерге сіздерге және қызыл бөлме жұлдызы бар. Жаңа таныстық, немесе басым бос еді, бір қызбен немесе жігітпен танысып жатыр ем. Көпке барама дейтін болсаңыздар, көпке бармайды. Өйткені жаңа таныстық ұзаққа бармайды деп көрсетеді. Тағы шамалы онша емес жұлдыздардың біреуі нестабильный жұлдыздар. Ол жаңа айтып жатырмын, жаңа бір нәрсе келген кезде, жаңа мүмкіндік, жаңа жұмыс, жаңа тапсырма, сол жаңаны игере алмайтындай бір қиындық. Мен өзгерісті қаламаймын. Мына өзгеріс шамалмаған қиындау болып тұр, немесе жұмысты өзгеріп жүрсе, немесе досыңыз өзгеріп кетсе, шамал негатив болады, әңгіме сөзі болады, өзіңізде бір қосыла алмай жатырмын, әңгіме сөзі көп екен деулеріңіз мүмкін. Ал сіздерге де тұс салып жүріңіздер, ханның баласы сияқты болып жүріңіздер, шамалы негатив басылады. Және саяхаттаңыздар, көп шапқылаңыздар. Егер де саяхаттайтын жерім жоқ, осы айда мен саяхаттамаймын, даже ақшам жоқ дейтін болсаңыздар, ода просто көп шапқылап, солай энергияны бассаңыздар болады. Және 8 санын ұмытпаймыз. Егер сіз енді барыстарды шамалы толықтырып өтейін, барыс жылғы болсаңыз, сатып жатқан затыңыз, жұмысыңыз, сырт адамдар, немесе бір затқа заказ берсеңіз, сол кешігіп келуі мүмкін. Бір сондай мәселелерде қиындық болуы мүмкін. Сырт адамдар, ата әжелеріңіз, немесе бала болып өскен жеріме қатысты бір мәселеде сәл қиындығы болуы мүмкін. Және адамдардан сәл көмегі жоқ, өзіңізге ғана сен деп көрсетіп тұр. Бір сол мәселеде болады. Егер де февраль айында туған, мен месяц деген жерімде барыс тұр дейтін болсаңыздар, онда шамал бастықтарыңызбен сәл ғана бір кикілжің болып қалуы мүмкін. Жұмыста қолдау болмады, немесе жұмысымды аяқ астынан ауыстырып жіберді, немесе классымды ауыстырып жіберді дейсіз ба? Мұғалім болатын болсаңыз, жаңа азында мұғалімдермен сөйлескенмін. Бір сол жағынан шамалы жаңа нәрсені қабылдай алмай жатырмын деуіңіз мүмкін. Егер де ден деген жерде тегір тұратын болса, онда үйге қатысты, күйеуіңізге қатысты мәселеде, шамалы күйеуіңізбен қарым-қатынасқа, мына күйеуімнің жаңа бір не шығарып жатыр, соған мен көндіге алмай тұрмын дейсіз ба? Әлде күйеуімді жаңа жұмысқа ауыстырып жіберді деуіңіз де мүмкін. Күйеуім жаңа жұмысқа үйрене алмай жатыр деп. Және денсаулықта өзіңіздің бауыр, өт, денсаулығыңызды, сүйектерді абайлаңыздар, жамбас сүйектерін абайлайсыздар. Зені де, өйткені жамбаспен тізеде толық кіреді, денде тұратын болса. Егер де сағатта тұратын болса, ол балдармен шамалы конфликт деп етуіңіз мүмкін, либо ақша депозитте тұратын болса, сол депозитке қатысты бір ақша мәселесінде, үй жануарларында, және ойларыңыз, армандарым бір жаңашаланды, мен мына арманым орындалмайтын болыпты, осыны пландап едім деген сияқты. Бір сол жағынан сәл
қиындық болуы, жаңалануы мүмкін. Қояндар, қояндарға вообще, қоян, ұлу, жыландарға да осы ай өте жақсы ай. Иә, мына қояндарға әсіресе білім жағынан өте жақсы жұлдыз келіп тұр, феншуй бойынша бір жұлдызы. Енді сіздерге звезда император келіп тұр бадзи бойынша, ол өзіңіздің көрсету, өзіңіздің бір жаңа үйіңізді көрсету ма, басқа біреулердің клиенті келуі мүмкін. Мен тағы не, сізді басқа біреулер мақтауы мүмкін. Мен биыл қояндарға жаңа қайтадан айтып отырмын, енді пенсияға шығу мәселесі болып еді, енді шілдеден бастап қайтадан шықпайтын болдым, недвижимость соғып жатырмын деп энергия келген. Енді мүмкін сол үйді соғып болдыңыз ба, үйіңізді, либо бір жаңа нәрсені жасап болдыңыз ба, соны жұртқа көрсетіп, осыны жасадым мен, осы тұрады, енді осы болады деген сияқты, соны көріп жұрттар мақтай ма, мәссаған қалай күшті жасағансың деп, әйтеуір бір сізді тірлігіңізге, жасағаныңызға сіз бір мақтау естисіздер дейді. Балдарыңызға оқуына жақсы ақша табылады, өзіңізге де оқуға жақсы ақша табылады. Осы айда оқуға қатысты шығындалуға бір жағынан тыныштық жұлдызы келіп тұр. Ол тыныштық жұлдызы алдындағыдай айдай көп шапқыла алмаймын. Осы ай шамалы тынышталып, осы ай демалып жатсыз ба, осы ай бір демалысқа кетіп бара жатсыз ба, әйтеуір шамалы демалатын болып тұрмын деп көрсетіп тұр. Онша емес жұлдыздардан енді сәл бар. Сіздерге жұрт мақтаса мақтай берсін, бірақ өзіңіз айтып мақтанбаңыз. Қалай мақтанасыз өзіңіз туралы, сәттілігіңіз кетіп қалуы мүмкін. Шамалы шыдамды болыңыздар. Тағы онша емес жұлдыздардан темное небо келіп тұр. Ол дегеніміз іштей бір конфликт болуы мүмкін. Іштей бір конфликтті, қалай айтсам, реніштер ма, мүмкін біреуді кінәлайсыз ба, біреуге ренжіп жүресіз ба, әйтеуір осы айда көп ренжіп жүресіз, ананы да кінәлап, мынаны да кінәлап, өзіңізді де кінәлап, сондай реніш, өкпе көп болады. Бауырды көп жесеңіздер, өкпені жемеңіздер. Әрине ойнап айтып жатырмын, просто енді осы ай өкпешіл, сондай бастыр, ол энергия ғой енді жүретін. Шамалы, бірақ енді позитивте болыңыз, позитив настройда болыңыздар, как бы ренжи бермеңіздер. Сіздерге де мынау барыстар сияқты соленый продукт келіп тұр. Ол дегеніміз жаңа адамдар ұзақ тұрақтамайды. Жаңа достар келсе, ол да ұзақ тұрақтамайды. Егер де бір махаббатын таптым, бір адаммен сөйлесемін дейтін болсаңыздар, онда ол адамда сол ұзақ болмайды. Кейіннен басқа бір адамды табуыңыз, жолықтыруыңыз мүмкін. Мүмкін ұрысып қалып, кейіннен қайтадан қосылуларыңыз да әбден мүмкін. Енді қосымша жұлдыздардан той демалам деп айтып жатсыз, ол жағы. Тойға шығындалу, тойға шақыру өте көп болады. Ақша және ақша. Ақша келеді, дәл солай кетеді, той томалаққа кетіп жатыр деулеріңіз де мүмкін. Шақырулар өте көп болады. Главное, сол жылдам ақша, тез ақша, тойға ақша келу үшін Восток секторға сіздерге фонтан қойып қойыңыздар деп айтар едім. Бір жағынан Восток секторда өздеріңізде сол манеко қойып қойасыздар ма, өздеріңізде зыпылдақ манеко сияқты боласыздар ма, әйтеуір главный зыпылдаймыз осы айда. Мен жаңа қояндарда слайдта қате кеткен екен қыздар, мен вообще ойламаппын. Қояндарға жағы бір емес 9 жұлдызы келген. 9 ол сондай зыпылдақтың несі, тойдың шыңдама ақшаның энергиясы. Онлайнға шығатын болсаңыздар шығыңыздар, айтпақшы. Қалған бәрі не болжам дұрыс, просто мен жағы бір саны келді деп 9 саны келген. Просто феншуй бойынша. Енді бір саны феншуй бойынша ұлу мен жыланға келіп тұр. Ұлуларға сіздерде айтарым, цветущий балдахин келіп тұр, білімге өте жақсы. Өзіңізді көрсете аласыз, біліміңізді көрсете аласыз, сіздің біліміңіз бар екенін көреді, қолыңыздан бір тірлік келетінін көреді, жаңа бір оқуға өте жақсы. Және бір салмақты бір жұмысшыны қол астыңызға жұмысқа егерде аламын дейтін болсаңыз, салмақты адамды алсаңыздар болады. Сіздерге
белый тигр, ақ барс келіп, жұлдызы келіп тұр ұлуларға, дракондарға, және небесный воин екеуі, екі жұлдыз. Бұл шамалы шаңдық. Негізі август айы, мешін айы өте агрессивный, бәрін шауып тастап, жоқ дедің ба жоқ, иә дедің ба иә деген сияқты бір сондай бір шешім қабылдау болатын болса, сіздерде де осындай белый тигрмен, барспен, ақ барспен небесный воин екеуі сондай шамалы бір агрессивный, ұрыскері сондай жұлдыздарын алып келеді. Менікі дұрыс болу керек, менің айтқаным болу керек деген сияқты. Иә, сәл басыламыз. Травма алып қалу жұлдызы да бар. Денсаулықта абайлаймыз. Денсаулықтарыңызға қараңыздар. Осы шілде айында да сіздерде шамалы денсаулық дұрыс болмауы мүмкін. Буындарыңызға қараңыздар деп айтып жатырмын. Енді және жоғарыдан бір заттың құлауы мүмкін деп көрсетеді. Жоғарыда бір затты құлап абай болыңыздар. Сол жағын абайлап қараңыздар. Және желтый флаг бадзи бойынша ол стресс, жұмыста шамалы бастықпен кикілжің болуы мүмкін. Істеп жатқан нәрсемді өз алып қоюы мүмкін. Мен істеп жатқан едім, соны алғысы келіп тұр деген сияқты. Иә. Сіздерге де сол осы ай планмен жүр деп айтар едім. План құрып алып, планмен жүріңіздер, бастықтарыңызға, либо басқа адамдарға көрсетпеңіз не істеп жатқаныңызды. Өйткені сізді тартып алғысы келетін затыңызды, істеп жатқан жұмысыңызды. Енді қорыта айтқан кезде өзіңіз конфликтовать етпесеңіз, өзіңіз әңгіме сөзге ермесеңіз, өзіңіз әңгіме айтпасаңыз, былайша жақсы, сіздерге өте жақсы сату жағынан. Және осы уақытқа дейін бір адамға бір көмек сұрай алмай жүр едім, либо маған осы есік жабық тұреді, осы жолы жолым ашылды, ол адамға жолықтым, көмегімді сұрадым деуіңіз мүмкін. Либо просто бір жерге кіре алмай жүрем, жолым болып кетті, бардым, кірдім, документімді тапсырдым оңай, өйткені барлық есік ашық тұр деп көрсетеді. Студенттерге өте күшті ай. Студенттерге және бір егер де мен көтере алмай жүрмін дейтін болсаңыздар, йога восток секторды пайдаланыңыздар. Бөпе көтеріп кетуге өте жақсы. Либо өзіңіз бөпе көтеруіңіз мүмкін, либо балдарыңыз бөпелі болайын деп жатыр деген сияқты сондай бір жаңалық балдарыңыздан естуіңіз мүмкін. Енді сіздерге де осы сіздердің секторларыңыз ғой, феншуй бойынша йога востокқа фонтан қойсаңыздар жақсы. Өздеріңізде сол фонтан, манеко сияқты зыпылдақ болыңыздар, өздеріңіз көрсетіңіздер, заттарыңызды сатыңыздар. Әңгіме сөз айтпаймыз, әңгімеге ермейміз. Сіз туралы әңгіме болса, ладно, көреміз, бір аллаға тапсырдым деп жүре берсеңіздер де болады. Жыландар, жылан жылғы болсаңыз, немесе бадзи картаңызда жылан бар болатын болса, май айында туылған болсаңыздар, июнның 7-сіне дейін өзде сізде жылан болуы мүмкін айда. Бадзи картамен, бадзи калькулятормен сонда да ай жылыңызбен есептеп алыңыз, жылан бар болатын болса. Енді бұл жерде жылан мен мешіннің екеуі бір-біріне слияние болады, екеуі бірге қосылып қалса, картаңызда жылан болып, мешін екеуі қосылса, үлкен суда келеді. Значит, картаңызға осы айда су келеді деген сөз. Егерде су деген ол не екенін біліңіз. Егерде металл болса, ол балдарыңызға қатысты мәселе, балдарыңыз келуі мүмкін. Су болсаңыз, егерде су белгісімін, картамда жылан бар дейтін болсаңыз, онда ол өзіңіздің бауырларыңыз, достарыңыз келуі мүмкін. Және дерево болатын болса, ол недвижимость, мамаңызға қатысты бір мәселе, мамаңыздың нағашылары келуі мүмкін. Либо өзіңіз саяхатқа барасыз ба, екі қабат әйел үйге келе ме, әлде огонь болсаңыз, от болсаңыз, сіздерге оттарға, от, жер, металл, су, ол власть, күйеумен мәселе, документтер шығуы мүмкін. Ер адам огонь болсаңыздар, ол не болады сіздерге? Қазір есептейік. Мына жерден мынау егерде от болатын болса, жер, металл, су, ол күйеулеріңіз, власть, бастық келуі мүмкін, жаңа бастық, күйеу келуі мүмкін, бір жерге жолға кетсе, либо жолға кетіп қайтадан келе ме, қуанасыз ба, либо документтер мәселесі шығуы мүмкін. Егерде ер адам болатын болса, балдары. Әйел адам болсаңыз, мамаңыздың недвижимости, мамаларыңыз үй алуы мүмкін, көшуі мүмкін деген сияқты бір осындай мәселе келеді. Егерде мен отпын, және сол картамда жылан бар болады десеңіздер. Және не сіздерге
м, әйеліңіздің жұмысы ер адамдарға да дәл солай шығуы мүмкін. Және нені айттық жаңа? Отты айттық. Оттан кейін не? Металл ол балдар дедік. Дерево, огонь, вода, жерге. Егер де сіз жер болатын болсаңыз, жер, земля ян земля инь болып, картаңызда жылан бар болатын болса, онда ол ақша папаңыз, енеңіз, егер де ер адам болсаңыз, әйеліңіз, папаңыз, ақша мәселесі, әйеліңіздің атындағы недвижимость мәселесі шығуы мүмкін. Әйеліңіздің ақшасы қосылуы мүмкін, алуы мүмкін, келуі мүмкін деген сияқты, осындай мәселе. Значит, сызып тастадық, енді ренжімеңіздер. Енді жыландарға сол слияние болды. Бір жағынан слияние ол су әкелді. Екінші жағынан ол огненное наказание. Огненное наказание жүрек инсульт мәселесін абайлау керек. Сатқындық деген абайлау керек. Сатқындықтан ешкімге сырыңызды айтпаңыздар. Жаңа таныстықтар болуы мүмкін, көзге көрінуіңіз мүмкін. Сізге де есік ашылады. Осы уақытқа дейін бір адамға соға алмай жүремін, либо бұл есікте жабық тұр еді. Барлық есік ашық. Жолым ашылды, барып келдім, тапсырып келдім, адаммен сөйлесіп келдім деулеріңіз мүмкін. Енді сіздерге бадзи бойынша небесная благодать жұлдызы келіп тұр. Ол деген студент болсаңыз, білім алып жатсаңыз, сізге сол жағынан өте жақсы сәттілік алып келеді. Және егер де осы айда білімге қатысты, оқуға қатысты бір жұмыстарыңыз болатын болса, жақсы көзге көрінесіздер, алға жылжиды, сол жағынан жақсы сәттілік келеді. Небесная кухня келіп тұр. Жыландарға жақсы тамақ жейсіздер, рестораннан барып тамақ ішесіздер ма, қонақтар көп келе ма, тамақ көп істеліне ма, заказға тамақ көп бересіздер ма, мүмкін тамақ жағынан бір бизнес ашасыздар ма, және салмаққа қатысты бір мәселе болуы мүмкін, салмақ қосылуы мүмкін сіздерде жыландарда. Салмақтарыңыз, әйтеуір салмаққа қатысты мәселе, сәл ғана бір салмақ жинау болуы мүмкін, сәл ғана. Енді сіздерге процветание келіп тұр, 5 процветание келіп тұр. Ол кеше шілде айында барыстарға келген 5 процветание. Енді осы айда сіздерге жыландарға келіп тұр. Ол 5 адамнан ақша келеді. 5 жұмыстан ақша келуі мүмкін. Бір 5 нәрсені жасасаңыздар, 5 нәрседен ақша келеді. 5 адамнан ақша келеді. 5 клиент келе ма, жақсы ақша төлейтін. Әйтеуір 5 адамға қатысты бір мәселе шығады. Және 5 санын жазбасаңыздар шошым. 5 санын қолға жазып жүріңіздер осы ай. Өйткені 5 саны өте жақсы сәттілік саны болып тұр. Және бадзи бойынша скрученный язык. Ол дегеніміз сізді әңгіме қылуы мүмкін. Сіздің сыртыңыздан жамандауы мүмкін. Бір топ адамдар, 5-6 адамдар, немесе конкуренттеріңіз сіз туралы, және қарыз кредит алма, қарыз берме, мошенниктерден абай бол. Жыландарға да осы айда. Өйткені шаг ограбление келген кезде үкіметке ақша төлейсіз ба, әйтеуір банкке ақша төлейсіз ба, әлде мүмкін сіздің біреуге қарызсыз ба, сол мәселе шығады. Көп мөлшерде, көп төлеп қойдым дейсіз ба, әйтеуір. Сондай бір мәселелер бар. Және біреудің жұмысын, біреудің проблемасын мойныңызға алмаңыздар. Өте қатты қиналып қаласыздар. Өзіңнің жұмысыңды аяқтап ал, өзіңнің жұмысыңа қара. Біреудің тірлігіне вообще араласпа деп көрсетеді осы айда жыландар. Өздеріңіз опық жеп қалуларыңыз әбден мүмкін. Енді екіқабат бола алмай жүрсеңіздер, екіқабат болуға болады. Өздеріңізде зыпылдақ болыңыздар, су алып жүріңіздер. Ұлуларға да айтарым сол, бутылкамен су алып жүріңіздер осы айда. Және Юго-Восток секторға фонтан қойып қойсаңыздар болады. Егер де көтере алмай жүрмін дейтін болсаңыздар, Юго-Восток секторға, осы ұлу мен жыландар Юго-Восток секторда жатып өпе көтерулеріңізге болады. Және сол екіқабат туралы бір өпелі болуға қатысты бір мәселе, бауырларыңыз, мүмкін балдарыңыз, мүмкін өзіңіз осы мәселеде бір жаңалық естуіңіз мүмкін.
жылқы болсаңыз, немесе юнайна толсаңыздар, база картаңызда жылқы бар болатын болса, осы болжамды тыңдаңыздар. Сіздерге осы айда саяхат жұлдызы келіп тұр. Ол көшу, ол үйге мысалға кірдім осы жыл кеше көктемде. Енді соған үйге кіргеніме бір құран оқытамын дейсіздер ме? Әйтеуір көшкеніңізге, саяхатқа, жол жүруге қатысты бір мәселелер болады. Жол жүресіздер ма, саяхаттайсыздар ма, көшесіздер ма, үй аласыздар ма, әлде отпускіге барасыздар ма? Егер де мен жұмыс жасаймын дейтін болсаңыздар, ақша тапқым келеді дейтін болсаңыздар, үйде отырып жұмыс жасауға болмайды, сыртта жүріп жұмыс жасау керек, кәдімгі атша шапқылап. Сол кезде ғана ақша келеді. Өйткені үйде отырма, ақша келсін десең, сыртта жүр, үйде отырма дейді. Тек үйде емес деп көрсетеді. Жылқыларға ата анаңыздың денсаулығы, үйдің үлкендерінің денсаулығына қарап қойыңыздар. Өйткені похоронный дверь келген кезде сол үйдегі үлкен кісілерге қатысты бір мәселе шығуы мүмкін. Және өзіңізде қатты шаршап қалуыңыз мүмкін. Бірден шаршап қалып жатырмын деп, ментально, физически денсаулықты қарау керек. Сіздерге тағы онша емес жұлдыздар да бар, бірақ енді феншуй бойынша 6 жұлдыз, ол періштеңіз қасыңызда. Иә, тілегіңіз орындалады, көп тілегіңіз қабыл осы ай деп көрсетсе, екінші жағынан мигрень жұлдызы келіп тұр, бас ауруы, денсаулыққа қара, суды абайлап іш, суға қатысты бір дұрыс емес энергия жүруі мүмкін. Иә. Және саяхаттайтын болсаңыз, жағы соғыс болып жатқан елге барма. Өйткені сумен қатысты бір проблема болады, соғыспен қатысты проблемасы бар елге барма деп көрсетеді. Және сіздерге тыртыққа қатысты бір мәселе, энергия жүріп тұр. Ол тыртық қалып қалатындай бір травма болып қалуыңыз мүмкін. Иә. Либо операция жасасаңыздар, тыртық қалып қоюы мүмкін. Кәдімгі үлкен, грубый көзге көрініп. Осы айда пластический операция, көзге бір ешнәрсе жасатпай қойыңыздар, қартаңыздар. Жылқы бар болатын болса, я жылқы болсаңыздар, өйткені бәрібір шырамы қалады, көзге көрініп қалады. Бір ойыңыздағыдай болмауы мүмкін. Кәдімгі үлкен шырам қалады, көзге көрінетіндей. Және сол овечий нож тұр, операция белгісі, травма болып қалу, денеден қан шығу. Осы айда сол темірден көп соққы алуы мүмкін деп көрсетеді. Сол бір жағынан небесная собака шрам көрініп тұрады, содан кішкене темірден тіліп кеткеннің өзі сол шрам болып қалуы мүмкін. Кәдімгі көзге көрініп дейді. Содан абайлаймыз. Енді қосымша жол заңмен абайлау керек, документтеріңізді абайлаңыздар. Және күйеулеріңізбен қарым-қатынаста бір мәселе болуы мүмкін, шамалы қиындау. Сол жағын абайлаймыз. Және бір жалғызсырау, жалғыздық жұлдызы келіп тұр да, ол просто энергия, өзіңді жалғыз сезіну, менімен ешкім араласпайды, менімен ешкім сөйлеспей қалды, мен әлі де өзіңіз ешкіммен араласқыңыз келмей ма, бір сондай энергия беріледі. Енді қатты энергияға бермей, көп шаппаймыз, көп жүгіреміз, иә. Активный болыңыздар, барынша. Сәттілік. Қойларға феншуй бойынша 8 жұлдызы келіп тұр. Бір жағынан қойлар, сіздер осы айда өте әдемі көрінесіздер. База картаңызда қой бар болатын болса, шілде айында туған болсаңыз, қой жылғы болсаңыздар, иә, өте әдемі болып көрінесіздер. Сіздерді байқайды, сіздердің сөзіңізді тыңдағысы келеді. Егер де онлайн жұмыс жасасаңыздар, онлайнға шығыңыздар, көп қаралым аласыздар. Зат сататын болсаңыздар, иә, затыңызды көрсетіңіз, сөйлеңіз, өзіңіз шығарып сөйлеуіңіз керек. Өйткені сізден алғысы келеді, сізді көргісі келеді, сіздің киіп тұрған киіміңізді алғысы келетін сондай бір энергия жүріп тұр. Егер де мен бойдақпын дейтін болсаңыз, сондай екінші жартыны табуға өте жақсы осы ай, екінші жартыңызды кездестіруге. Және золотая карета келіп тұр, ол жол жүру, немесе машинаға қатысты бір мәселе. Абырой мартады, жақсы шығады. Және сол недвижимостьке қатысты мәселе шығуы мүмкін, либо жол жүруді пландау мүмкін, жолға шығуы мүмкін. Және бір жақсы ортаға тап болуыңыз мүмкін, жақсы адамдармен жұмыс жасауыңыз мүмкін деп көрсетеді. Сіздерге бір жағынан нефритовый чертог келіп тұр. Ол нефритовый чертог дегеніміз, бір істеп жатқан жұмысыңызда бір ақшаңыз көтере ма, либо бір ақша жағынан әйтеуір жақсы сәттілік, ақша жағынан сәттілік келеді. Шамалы болса да бір
қарызымнан құтылып шамалы өз өзіме келіп қалдым, мына ақшалай бір жағдайым шамалы көтеріліп қалды деулеріңіз мүмкін. Енді минус жұлдыздардан қойларға келіп тұрғаны осы жылдың өзі, қойлар кәдімгі шаршап пенсияға шығып тұрған адам сияқты бір сондай бір мәселелер бар. Осы жылдың өзінде сәл бір әңгіме сөзге қатысты бар. Енді мына айдың 8 жұлдызы пенсияға қатысты бір мәселе шығуы мүмкін. Пенсияның документтері, пенсионный мәселе, либо ата анаңыз, либо ата енеңіз бір пенсия мәселесіне, жағы пенсионный бір доход па, пенсияға шығу мәселесінде бір энергиясы жүреді, сондай бір жаңалықтар да болуы мүмкін, сондай тілектермен жүгіруіңіз де мүмкін осы ай. Иә. Ал бірақ жылдың 7 жұлдызы ол әңгіме сөз, сатқындық, документтермен сот мәселе, сондай энергиясы. Енді осы сәл болса да жақсы. Енді базы бойынша онша емес жұлдыздардан бір қоя алмайтын зиянды бір мүмкін темекі шегу, мүмкін тамақ көп жеп қою ма. Қойлар енді өздері жақсы тамақ жегенді жақсы көреді ғой. Сондайды бір қоя алмау, именно соны қойсам екен дейтін бір вредный привычкаларыңыз көбеюі мүмкін. Ер адамдар әсіресе араққа екі есе салынуы мүмкін, арақ ішіп кетуі мүмкін, абайлаймыз, наша мәселесі де бар. Главное, ең плюсы енді бір жағынан көп тамақ жеу шығар, нашамен жаңағы не арақ ішкенше дейсіздер. Бірақ оның өзі де зиян, артық салмақ алып келеді. Иә. Енді алдағы жылдар бізде негізі осы жылдың өзі қойлар азамайды деп айтқанбыз. Картаңызда қой бар болатын болса, коза бар болатын болса. Енді базы бойынша тағы дұрыс емес жұлдыздан келіп тұрғаны ол небесный ша. Небесный ша сіздерді өзің ғана жұмыс істе. Ешкімге бөліспе айтқанын. Ешкімге ешнәрсе айтпа деген сияқты. Бұл егерде өзіңіз ғана болып былай жабылып қалып ешкімге айтпай, өзіңіз айтпаймын, көрсетпеймін деп баяғыда мектеп кезінде деп жауып отырып есеп шығаратын едік қой. Аш, көрсет, немен жасап отқанын, немен айналысып отқанын білсін. Сол кезде на золотая карета жақсы жұмыс жасайды. Сол кезде сенде кәдімгі жақсы красный феникс жақсы жұмыс жасайды, әдемілігіңді арттырады деп көрсетеді. Қойларға сол полный чекап өтіп алыңыздар, денсаулықты қараңыздар. Және бір жастардың ерте үйлену мәселесі, либо күйеуіңізбен қарым-қатынастың жақсару мәселесі шығады. Активный боламыз, әдемі болып тұрсыздар. Және күйеуіңіз шамалы бір күйеуіңіз я әйеліңіз шамалы қызғану мәселесі жүруі мүмкін. Абайлаймыз. Мешіндерге де феншуй бойынша 8 жұлдызы келіп тұр. Мешіндерге базы бойынша жақсы энергия, ол абыройыңыздың көтерілуі. Ясное небо деген жұлдыз абыройыңызды көтереді, жақсылығыңыз шығады, сізге көп адамдар внимание береді, мақтайды, және бір тірлігіңізді мақтай ма, жұмысыңызды мақтай ма, істеп жатқан, әйтеуір көзге көрінесіз, сізді мақтайды деп көрсетеді. Және осы айда егерде бір жұмыс жасайтын болсаңыз, көп идея келеді. Мына нәрседен ақша табуыма болады, мына сабақты шығарсам болады, немесе мынаны білім алып алсам болады деп. Өйткені интуицияңызға сеніңіз, интуиция арқылы жақсы ақша табуға мүмкіндік келеді деп көрсетеді сіздерге. Және жұмыста өзіңіздің квалификацияңызды көтеруге, жаңа білім алуға сондай жақсы әсер келіп тұр. Егерде осы білім алсаң, квалификацияңды көтерсең, көзге көрінесің жақсы. Және алдағы уақытта сол бір ақшаң көтеруі мүмкін сол мәселеде. Дәл осы августте істеген нәрсең. Енді мешіндер огненное наказаниенің бір несі, бір құрамы. Енді бір жағынан август айы өзіңізде мешін болатын болсаңыздар, сөздеріңіз өте қатты болып шығуы мүмкін. Жоқ дедім ба, жоқ деген сондай сияқты бір өзіңіздің сол сөзіңіз қатты естіліп, сондай конфликт болуы мүмкін. Жақын адамдарыңызбен ұрысып қалуыңыз мүмкін, бауырларыңызбен ұрысып қалуыңыз мүмкін. Сондай эмоцияңыз дұрыс емес болуы мүмкін. Өйткені август мешіндер өте ұрысқа жақын, бір табан жақын тұрады. Өйткені тілмен орғандай, балтамен, арамен кескенде кеседі. Және сол мәселе көп шапқылау, көп жүгіріс, немесе көп жұмыс сондай стресс алып келеді. Ұйқыны дұрыстаймыз деп көрсетіп тұр. Және сіздерге металл көп тағыңыздар.
металл шамалы энергияны басады. Дұрыс емес, энергиядан шамалы қатты шаршап жүрмін. Планмен жүріңіздер. Уәде беріп соны да жасай алмайтын, сол да сізді шаршатуы мүмкін, сол да ұйқы бермеуі мүмкін. План жасап алыңыз, бір күндік, бүгіннен жасаймын, сол планмен жүрсеңіздер шамалы энергиясы басылады деп көрсетеді. Және арқадан итеру жұлдызы бар. Күтпеген адамнан сатқындық көрдім. Әңгіме сөз айтып жатыр мен туралы. Мен туралы біреу әңгіме сөз айтып жатыр. Әлде өздерінше план құрып мені қоспады деуіңіз мүмкін. Әйтеуір бір сондай бір тайный бір секретный бір пландары болып, секретный бір жерге шығатын болып, мені қоспады, либо мен туралы айтты деген сияқты бір мәселелер болады. Иә. Қатты бермейміз. Сосын бір жаңадан жас балдардың махаббаты туралы мәселе болуы мүмкін. Ерте үйленеміз деуі мүмкін. Өздеріңізде де полный денсаулыққа чекап өтіп алыңыздар. Шаршап тұрсыздар, кәрі кемпір немесе кәрі шалдар ұқсап. Күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз, әйеліңізбен қарым-қатынас осы айда жақсарады. Бірақ көп шапқылаңыздар, көп жүгіріңіздер. Сол кезде жақсы энергияны алып аласыздар. Білім арқылы келетін энергияны. Тауықтарға феншуй бойынша 4 жұлдызы келіп тұр. Сіздерге айтар едім енді. Бірінші жақсы жағынан басайық. Ясное небо келіп тұр. Ол сіздің атыңыз шығу, сізді бір көп айту, осы айда сіздің атыңыз көп айтылады. Сіздің істеп жатқан жұмысыңыз туралы ма, жұмысыңыздан бір нәрсе жасап жатыр екен, сондай жұмыс жасап жатыр екен деп атыңыз аталады ма. Әйтеуір жұмысыңызға қатысты өзіңіздің атыңыз көп аталады деп көрсетеді. Және көп жұмыс бола ма, көп жүгіріс бола ма, әлде осы уақытқа дейін демалып едім, сол осы августте жұмысқа қайтадан шығып жатырмын, көп жұмыс болып жатыр деуіңіз де мүмкін. Екінші жақсы жұлдыздардан звезда интеллект келіп тұр. Ол жақсы ойлардың келуі, осымен айналсам жақсы ақша келуі мүмкін, адамдардан көмек келеді. Тағы не? Интуицияңызға сеніңіз. Сізге де осы айда білім алуға өте жақсы деп көрсетеді. Білім алуға жақсы ойлар келеді, мешін сияқты, бірақ ұрыс-керіс жұлдызы қатар келіп тұр. Адамдардан көмек келеді, ақшалардай сәттілік болады. Бастығыңыздан, либо бір ақшасы көп адамнан бір сәттілік келуі мүмкін. Бір мүмкіндігімді кеңейтемін деуіңіз мүмкін. Либо шетелге шығуым мүмкін, әйтеуір бір жаңа нәрсе көрдім деуіңіз мүмкін. Жаңа таныстықтар, жаңа жұмыс, немесе жаңа жер, жаңа саяхат, жаңа елге саяхаттап келдім деуіңіз мүмкін. Әйтеуір алға жылжу, либо жол жүру, және ақша плюс. Минусы шамалы жеңілтек болма. Жеңілтектігімен көзге түсіп қаласың деп көрсетеді. Және қарым-қатынаста да бір жеңіл ойлап сөз сөйлей салма. Именно сол мәселе бір жеңіл сөзің басқа біреуге ауыртуы мүмкін. Сол мәселеде ұрыс-керіс, жылау болуы мүмкін. Әсіресе егерде күйеуіңізбен не әйеліңізбен ұрысып жатсаңыз, запсихтерді пайдаланбаңыздар. Өйткені сол ұрысыңыз екі еселенеді, сол жылау екі еселенеді, сол айқай-шу екі еселенеді, төбелес екі еселенуі мүмкін деп көрсетеді. Және сіздерде жаралы жұлдыз тұр, ол қымбат затты сындырып алу, қымбат затты бүлдіріп алу. Либо жерге түсіп сындырасыз, немесе өзіңіз қолыңызбен сындырып алуыңыз мүмкін, немесе көңілді жүректі сындырып алуыңыз мүмкін. Ауыр сөзіңізбен, әйтеуір раненая звезда сондай алып келеді, абайлаймыз. Және қатты бір шамалы дұрыс емес жұлдыздардан аяқ асты мен сол жұмысқа сеніп едім, жұмыстан көтерілу, ақша болып тұр ғой, бірақ бір нәрсеге қатты сенбе. Любой осы ай екінші планың болсын. Любой нәрседе, жұмыста болсын, үйде болсын, мен ана жасайын деп жатырмын деген. Өйткені Б деген план болмаса, Ә деген план болмаса, либо А планы ол, Ә планы, либо Б планы дейтін болсаңыздар, сондай екінші план обязательно болу керек. Өйткені ешкімге сенбе, ешкімге арқа сүймей қой осы айда. Өйткені жесткое устранение деген бар да, аяқ астынан кәдімгі жұлып, сен керегі жоқсың, әлі сен демалып тұр, либо саған жұмыс жоқ деген сияқты бір сондай
егер де жұмыстан болатын болса, аяқ астынан сондай бір подножка беру, сондай жұмысты алып қою, либо бір затыңызды алып қою бір мәселесі болады, абайлаймыз. Енді осы дұрыс емес энергияны қалай айналып өтуге болады дейтін болсаңыздар, қызыл жіп тағып алыңыздар қолдарыңызға, аяқ білезік қылып, либо қызыл білезік, қызыл моншақ па, әлде қызыл киім киіп жүресіздер ма, осылай әйтеуір бір қызыл киім болу керек, қызыл зат болу керек, шамалы дұрыс емес энергияны басу үшін, ұрыс керістің энергиясын басу үшін, жеңілтек мінезді басу үшін, иә, солай ғана энергия солай ғана басып не жүреді. Ит жылғы болсаңыз, база картаңызда ит бар болатын болса, либо октябрь айында туылған болсаңыздар, сіздерге болжам. Енді сіздерде бұл үш жұлдызы тез ақша келу, жылдам ақша мәселесі жайында болады. Және күйіп пісу, тез бола қоймады, тез жасай қоймады, біреуге сеніп отыруға болмайды, сол жасап бере ма деп, иә, сол жағынан шамалы опық жеп қалуыңыз мүмкін деп көрсетеді. Енді бір жағынан иттердің бір плюсы, иттердің ішінде, егер де базы профессионалды түрде оқысаңыздар білесіздер, иттердің ішінде былайша металл бар дегенмен де, оның ішінде от та бар. Егер де сіз огонь инь белгісі болатын болсаңыз, базы бойынша, немесе земля инь болатын болсаңыз, немесе металл болсаңыздар, сіздерге жақсы, әсіресе металдарға күймен, заңмен, документтермен мәселе жағынан жақсы болады. Бір нәрседен ұтасыздар деп көрсетеді. Егер де металл болсаңыз, егер де су болатын болсаңыз, ақша жағынан бір жеңілдеуіңіз мүмкін, водайын белгісі болатын болсаңыздар, оттың ішінде, иттің ішінде от бар болғаннан кейін сіздерге айтып жатырмын, сол от шығады. От не, ол ақша келу мүмкін, водайындерге. Егер де дерево инь болатын болсаңыздар, балдарыңызға қатысты, жұмысыңызға қатысты бір мәселе шығады, жаңа жұмысыңызға жұмыс қосылуы мүмкін, балдарыңызға қатысты бір шығындалуыңыз мүмкін. Жер белгісі болатын болсаңыз, недвижимость мәселесі, білім алу, денсаулыққа қарау, өйткені денеңізге қатысты бір мәселе шығады. Және огонь иньдерде өз сияқты адамдар, достар, достармен араласу, достармен бір жерге барып келу, осы айда сондай достар шығады, аяқ астынан араласуға деген сияқты. Енді әрі қарай өкінішке орай иттерге бір жылдам ақша бір мәселесі бар ғой, бірақ енді жақсы жұлдыздар жоқ. Адамдармен қарым-қатынаста шамалы ұрыс керіс болуы мүмкін. Дипломатта боламыз, ешкімге ұрыспауға тырысамыз. Дұрыс емес жұлдыздар бірінші күймен қарым-қатынасты қамтиды. Сосын басқа туған туыстармен, бауырлармен қарым-қатынаста онша емес. Клиенттермен де бір связь болмай қалды, оқушылармен деуіңіз мүмкін, шамалы хабарласпай қалды, солардың бір ақша келмей қалды деуіңіз де мүмкін. Және барынша сыпайы, сондай айды солай өткізіңіз. Сыпайы болсаң, ақша келеді. Сыпайы болмасаң, иттак жоқ сәттілік, бұрынғыдан келген жинаған сәттілігің болса, жақсы, оған дейін жинаған сәттілігің болмаса, сәттілік болмайды деп көрсетеді. Енді мен сіздерге осылай барынша активация сіздерге міндетті түрде жасау керек деп айтар едім. Сиқырлы құсты, драконды жақсы жаңалыққа жақсы пайдалан деп. Енді сіздерде сол өзіне өзі тревожность шығуы мүмкін, бұрынғы ескі проблемалар келуі мүмкін, ескі проблемаларды осы айда шешіп тастасаң болмайды, сол екі еселенеді, сол мәселе бір әңгіме сөз болуы да мүмкін деп көрсетеді. Және бір әдемілігіме қатысты бір көңілім толмауы мүмкін, әдемілікке қатысты бір ақша жетпей жатыр деп соған шаршауыңыз мүмкін. Мүмкін түсіңізге ма, мүмкін бет-әлпетіңізге ма, әйел ретінде әдемілігіңізге. Және дұрыс емес жұлдыздан похоронный дверь мен земной похорон бар. Бұл енді дұрыс емес жұлдыз деп алғанмен де мүмкін ескі проблемаңыз бітуі, ескі қарызыңыздың жабылуы шығар. Әйтеуір бір нәрсе бітеді. Соңына келіп, тақалып, тіреліп бітетін нәрсе деп көрсетеді. Мүмкін әйтеуір жоқ болады дейді. Главное, енді мен жаман айтқым келмейді. Мүмкін қарым-қатынаста ма, мүмкін ата-анаңыздан біреу кете ме. Өйткені похоронный дверь, земной похорон екеуі қосылып,
үйдің үлкендерінің денсаулығына қара, біреу кетуі мүмкін, иә, либо жұмысы аяқталуы мүмкін, жұмысы кетуі мүмкін, либо ақша келіп жатыр еді бір жерден, ол тоқтады, пособием тоқтады деуіңіз мүмкін. Әйтеуір тақалып тұрып бір нәрсе келеді. Енді осы айтқандарымның ішінде жаманы орындалмай ақ қойсын, главное қарызыңыз, иә, проблемам кетті десеңізші, сол жағын ойлаңыздар. Әйтеуір бір нәрсе жоқ болады деп көрсетеді сіздерде. Күйіп піспейміз, шыдамды боламыз. Үш жұлдызы күйіп пісуді алып келеді ғой енді. Сүйектерді абайлаймыз, буындарды абайлаймыз, енді үш сүйектерді, буындарды көрсетеді. Ұрыспаймыз, замок аузымызды жауып қоямыз. Және сіздерге не тағы бар темір заттарды тағып алып, өзбечканың өзбечкасы болып жүрсеңіздер, бес саусағыңыз, бес саусаққа мына бес саусақ, мына бес саусақ, жағы алтын болса алтын, простой бижутерия десе барлық, короче, металл заттардың барлығын тағып осы айда шықырлап жүреміз. Доңыздар, доңыздарға сіздерге де енді феншуй бойынша үш жұлдызы келіп тұрғаннан кейін ешкіммен ұрыспаймыз, барынша тату боламыздар, барынша дипломат болыңыздар, иә, денсаулықты абайлаймыз, сүйек буындарды абайлаймыз, бауырды абайлаймыз, иә. Сосын не, көбінесе доңыздарда анандай холка болады, холканы кетіру мәселесін қарастырсаңыздар, сол кезде сол буынмен проблема болмауы мүмкін. Барлық темір, бижутерия барлығын тағып алыңыздар осы айда доңыздар. Және не істеуге болады дағы, сол күйіп піспейміз, енді главное күйіп піспейміз. Енді бадзи бойынша сіздерге земное освобождение жұлдызы келіп тұр, иә. Ол деген земное освобождение, бір қиындықтың кетуі, қиындықтарды жеңдім, осы қиындығым бітті, әйтеуір салмақтылық келді, шамалы ойым тынышталды деуіңіз мүмкін. Екіншіден, жақсы жұлдыз, небесный благородный, ол жұлдыз сіздерге бір адамдардан көмек келеді, ата анаңыздан көмек келе ма, әлде бастығыңыздан көмек келе ма, әйтеуір бір адамдардан көмек келіп, бір ісім, бір тірлігім шешілді деуіңіз мүмкін. Соған уайымдап жүр едім барынша деп. Және либо просто біреу ақыл бере ма, сен осыны жаса, мынаны жаса деген сияқты, көзім ашылды, енді сол алға қарай қалай жүретінімді білдім деуіңіз де мүмкін. Өйткені небесный благородный әйтеуір либо жол сілтейді, либо көмек береді, либо ақшалай, либо басқа тілегіңізді шешіп беруі мүмкін, либо просто совет беруі мүмкін. Дұрыс емес жұлдыздардан резкий пландар өзгеріп кетуі мүмкін. Бір нәрсеге сендім, ол планым өзгеріп кетті, оны жасамайтын болдым, иә. Адамдарға сенбеймін, небесный благородный келіп тұр, көмек береді десе, екінші тағы жұлдыз, адамдарға, достарыма сенбедім, иә. Менің сол тірлігімді жасамады деуіңіз мүмкін. Өйткені либо кейін жасап беремін, қазір қолым тимей жатыр деуі мүмкін. Ол адамдар кәдімгі 6 вредов, 6 адамнан, 6 деген нәрседен әйтеуір қиындық келеді. 6 саны сізге шамалы негатив келіп тұр сіздерге. Жалғыздық. Достарыңызбен ұрысып қалуы мүмкін. Ешкіммен ұрыспаймыз деп айтып жатырмын, жаңа дипломат болыңыз, ешкіммен ұрыспаңыз. Жалғыз қалғым келіп тұр, ешкіммен араласқым келмейді, сондай бір звезда одиночества бадзи бойынша келіп тұрғаны. Ол просто енді энергия ғой, оған бермеңіздер. Және бір көпшілік жерге бармаңыздар, қысылып қалуларыңыз мүмкін. Көпшілік, көп адамдардың арасы. Өйткені көп адамдардың арасында жүрсеңіз, шамалы жүрегіңіз қысылуы, либо сүйектерден проблема болуы, әйтеуір шамалы денсаулыққа зиян келуі мүмкін. Митинг па, концерт па, әйтеуір көп адамдардың жиналған ортасында болмай ақ қойыңыздар деп көрсетеді. Осылай енді ары қарай феншуй бойынша болжамға кетейік. Феншуй бойынша үйіңізде, егер мен үйімнің планын білмей тұрмын дейтін болсаңыз, мысалы мынау сіздің үйіңіз, мына үйіңіздің планы дейік, мына жерде былай тағы шығып тұр дейтін болсаңыз, біз кәдімгі 4 бұрышты болса жақсы. Мына үйіңіздің планы мына жерге дейін шығып тұр, Г-образный дейсіз бе, әлде М-образный ма, соны жоқ секторын деп сызып, как будто бар сияқты қылып аламыз да. Мен әр кезде айтып жүремін осыны, как будто бар сияқты қылып сызып аламыз да, былай қылып жасаймыз. Короче, мына бұрышымен мына бұрышын қосасыздар. Мына бұрышымен мына бұрышын қосамыз. Ой, мен калекам-малекам болып қалды оны. Что-то дұрыс емес болып қалды, Короче.
мына бұрышты деп ала берейікші. Осы бұрыш пен мына бұрышты қосасыз да, сызып. Дәл мынау x деп ортасы шықты ғой осы кезде. Мына x деп ортасы шықты ғой. Дәл x деп ортасы шықты мына жер. Почему? Нені алдым мен? Дәл мына жердің үйіңіздің секторында, дәл осы бөлмеде тұрып, компасты қосасыз. iPhone компас па, әлде былайша компас бар ба деп, иә? Қай жақ север екенін анықтап алыңыздар. Егер де менде мына жақта северді көрсетіп тұр дейтін болсаңыздар, мына жақтағы стенада компас северді көрсетіп тұр, мына жерде северді көрсетіп тұрған дейтін болсаңыздар, былай сызып алып, сонда мынаған жағы 24-ке бөлесіздер, сонда мына жағың север, үстіне либо 24 гора лапань жағы несі, бесцветный не бар, юг, север, востокты анықтап аласыздар. Либо мына жер болса, мына қарама қарсы юг, мына жақ восток, запад, мына қарасаңыздар болады. Енді қыздар қараймыз. Бізде өшіп тастайын, көрмей қалып жүрер, иә, түсіндіңіздер ғой әйтеуір қалай нені пайдаланатынымызды. Бізге юго-запад сектор годовой 7 жұлдыз келіп тұр ғой негізі юго-запад секторға. Иә, мына юго-запад секторге біз бамбук қойсаңыздар жақсы болар еді. Иә, шамалы дұрыс емес энергияны басатын. Бұл жерде егер де есігіңіз бар болатын болса, спальнягіңіз бар болатын болса, либо плитаңыз бар болатын болса, юго-запад секторда сондай бір барымды жұмысқа салып, бар күшімді салдым, бар энергияны салдым, бірақ жұмысым ойымдағыдай шықпады. Істеген тірлігімді ақтамады деуіңіз мүмкін, юго-запад секторы. Сондықтан юго-западқа корректор ретінде бамбукты қойсаңыздар болады. Юго-восток сектор. Юго-восток сектор жылдық 9 келіп тұр, осы айда 1 жұлдызы келіп тұр. Юго-восток сектор өте жақсы супер ненің сектор болып тұр. Бұл жерге фонтан қойсаңыздар болады, жақсы тілек тілеуге, есіңіз, спальнеңіз, плитаңыз болатын болса, тіпті жақсы мүмкіндіктер келеді, ақшалай мүмкіндіктер келеді. Бөпе көтеруге өте жақсы сектор. Бөпе көтере алмай жүрсеңіздер, осы юго-восток секторда болсаңыздар жақсы. Сауда жүргізетін болсаңыздар, онлайнға осы юго-восток секторда отырып шығарсаңыздар болады. Және осы жерде отырып клиент іздесеңіздер де өте жақсы. Активатор ретінде фонтан қоямыз. Одан кейін восток сектор жылдық 8 жұлдызы келіп тұр, айдың 9 жұлдызы келіп тұр. Восток секторға да фонтан қойсаңыздар болады. Активатор ретінде юго-восток, восток секторлар өте супер ақшалы энергия болып тұр. Жаңа жұмыс, жаңа таныстықтар, жаңа клиенттер, жаңа сауда, бір жаңа клиенттер келіп, сауда өте көп болады. Сондықтан юго-восток, восток секторлар өте жақсы. Запад сектор. Запад сектор мына жерде жылдың 3 жұлдызы, айдың 4 жұлдызы келіп тұр. Бұл жерге енді активатор ретінде бұл жерге де бамбук 4 бұтағын қойсаңыздар болады. Бамбуктың запад секторға. Бұл жерде спальный болатын болса, және спальный кіреберіс есігіңіз, главный плитаңыз бар болатын болса, сол ақша өте көп жаратылып жүруі мүмкін. Запад сектор ақша көп жаратылады деп көрсетеді. Енді конкуренттер өте көп болады. Орныңыз тартып алғысы келетін, сіздің жұмысыңызға қызығатын, сіздің бір бастықтарыңыз жақсы көзқараспен қарап жатқандарыңызға қызығып, сіздің орныңызды алғысы келетіндер көбейеді. Және ұрыс керіс сектор болады. Ұрыс, керіс, жылау, жасағу көзден, төбелес, сондай бір мәселелер болады. Бұл секторды пайдаланбауға тырысыңыздар. Енді амал жоқ дейтін болса, есік, плитам тұр дейтін болсаңыздар, 4 штук бамбук қойыңыздар. Ары қарай. Юг сектор енді 1 жылға пятерка келіп тұр ғой. Бірақ скрытый бізде пятерка югке ғана келіп тұрған жоқ. 1 жылға пятерка мына жерде скрытый вмещающий жұлдыздар болады бізде. Енді оны феншуйстер ғана біледі. Пятерка ортаға да келіп тұр. Көбісі қазір мен кеше июнь айында, шілде айында именно юг секторда, үйдің қораның югінде жер қазып еді, содан уланып қалды, тоққа түсіп қалды дегендерді көп естідім. Және үйдің ортасы, либо участоктың дәл ортасын қазылатын болсаңыздар, сол жағынан проблема болуы мүмкін. Колокольчик 37 килограмм темір болу керек деп айттым. Жылға енді сіздерге де осы
алты монеткасы бар ақ лентаға оралғаны колокольчик іліп қойыңыздар. Осы айда да мигрень болуы мүмкін. Есік, спальный плита болатын болса, және соляное средство, именно су жоқ тұз қойып қойсаңыздар болады. Шамалы үлкендеу ыдысқа салып тұзды салып қойсаңыздар болады. Север секторға осы ай 6 жұлдызы. Север секторда спальный болатын болса, есік болатын болса, плитаңыз бар болатын болса, осы жылға мигрень келеді. Ал енді осы айда әңгіме сөз, ортаға бір адамның кіруі, тағы не, ол тышқандарға да әсер етеді. Және өкпе демалу, вирус мәселесі, денсаулыққа қарап, полный чекап өт, әр сөзіңе абайла, аузыңнан шыққан сөз, өйткені сөзің арқылы бір сотқа дейін баратын бір мәселе шығады. Сіздерге сол соляное средство қойыңыздар деп айтам, және бамбук қойсаңыздар болады. Северо-запад секторға осы жылы 2 жұлдыз келіп тұр. 9 периодта 2 жұлдызы өте жақсы. Мамаңызға қатысты, недвижимостьке қатысты, мамаңызға бір зат алып бере алуыңыз, мамаңыз сізге риза болуы, және недвижимостьке қатысты бір жақсы мәселелер болады. Бірақ айдың 3 жұлдызы келіп тұрғаннан кейін сәл онша емес деу. Сондықтан бір алға жылжуым, жұмысым бір тоқтап қалды деуіңіз мүмкін. Егер де северо-западта спальный, есік, плита болатын болса, ЖКТ проблема болуы мүмкін. Бауырда байлаңыздар, өтті байлаңыздар деп айтамын. Северо-запад сектордан лучше басқа секторға барсаңыздар жақсы. Тыква вулуды қойып қойсаңыздар жақсы болар еді осы айда. Өйткені ЖКТ бауырмен проблема бар. Денсаулықпен де проблема, недвижимостьке де қатысты жыл, бірақ үш айы сол ұрыс-керіс, шыдамсыздықтың сондай бір әсерін алып келуі мүмкін. Бұдан кейін енді северо-восток сектор жылдың 4 жұлдызы келіп тұр. Осы айдағы 5 жұлдызы тұр. Мошенниктерден абай боламыз. Онкология мәселесі, миома-киста мәселесі, спальный, есік, либо плита болатын болса, абайлаймыз барынша. Бұл секторға да колокольчик іліп қойыңыздар. Қарыз бермейміз, қарыз алмаймыз, мошенниктерге алданып қалмаймыз. Есікке тұтқасына колокольчик іліп қойыңыздар. Северо-востокта есік бар болатын болса. Ешкімге сенбеңіздер. Травма алып қалу жағдай болуы мүмкін. Кожаға байланысты бір жағдай болуы мүмкін. Онкология, миома-киста мәселесі болуы әбден мүмкін деп көрсетеді. Енді осы барлық айтқандарым ішінен бар жақсысы орындалсын деп тілеймін. Жамандықтары орындалмасын. Сіздерге тағы қосымша негізі барлығын айтқан сияқтымын. Барлығы айтылды. Барлығы сәттілігімен болсын. Ай керемет өтсін. Жақсы саяхаттарға, жақсы көшуге берсін Алла.